Есептің шешу жолын қарастырамыз. Дүкенде әрқайсысында 2 ойыншық көлігі бар, 213 қорап бар. Дүкенде ойыншық көліктен барлығы нешеу? Есепті шығару үшін бір қораптағы ойыншықтың санын қораптың санына көбейту керек. Яғни, 2-ні 213-ке көбейтеміз. Көбейтудің ауыстырымдылық заңына сүйеніп, баған түрінде 213-ті 2-ге көбейтемін. Бірліктерді көбейтемін. 2-ні 3-ке көбейтсе, тең 6. Жауапты бірліктердің астына жазамын. Ондықтарды көбейтемін. 2-ні 1-ге көбейтсе, тең 2. Жауапты ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерді көбейтемін. 2-ні 2-ге көбейтсе, тең 4. Жауапты ондықтардың астына жазамын. Жауапты оқимын. 426. Ендеше 2-ні 213-ге көбейтсе, 426-ға тең болады. Жауабы дүкенде барлығы 426 ойыншық көлік бар.